Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін ағылшын оқулығының 16-17 бетін түсіндіріп өтетін боламын. Бүгінгі тақырыбымыз Our World. Біздің әлем. Exercise 29. Listen and read. 29 жаттығу. Тыңда және оқы. The San Diego Zoo is in California. You say is very big. There are over 3,700 animals there. Visit the zoo and see lions, elephants, giraffes, and even giant pandas. Look at these giant pandas. They are having a meal. It is amazing. Сан-Диего зообағы Калифорнияда, Америка құрама штаттарында өте үлкен. 3700 жануарлар бар. Зообаққа барсаң, арыстанды, пілді, жирафты және өте үлкен панданы көресің. Олар тамақтанып отыр. Өте әдемі көрініс дейді. Келесі тапсырма. Visit Almaty Zoo in Kazakhstan and see animals from all over the world. You can see zebras, elephants, and even white lions. Almaty Zoo is a very special place to visit. Қазақстандағы Алматы зообағына барсаң, сен онда көптеген жануарларды көресің. Ол жерден зебра, піл және ақ түсті арыстандарды көресің. Алматы зообағы өте қыдырып барғанға өте керемет жер. Exercise 13. Look, read and complete. Қара, оқы және толықтыр. Яғни бұл жерде тапсырма берілген, ол жерге бос жерлерге сөздерді қоямыз. Біріншісі, there are about 3,700 animals at the San Diego Zoo. Екіншісі, you can see giant pandas there too. Үшіншісі, there are animals from all over the world of Almaty Zoo. Төртіншісі, you can see white lions there too. Келесі тапсырма, read and number. Оқы және нөмерле дейді. Біріншісі, нөлдағы ешкі. Біріншісі, it is a duck, яғни бұл қаз, D әрпіне қоямыз. It is a chicken. Екіншісі, яғни бұл тауық, C әрпіне суретке қоямыз. Үшіншісі, it is a cow. Бұл сиыр. Үшінші, E әрпіне қоямыз. Төртіншісі, it is a frog. Бұл құрбақа. F әрпіне қоямыз. F әрпіндегі суретке. Бесіншісі, it is a rabbit. Бұл қоян. B әрпіне қоямыз. Екінші тапсырма. Look and complete. Яғни бұл жерде қара және толықтыр деген суреттер берілген. Соған сөздерді сәйкесінше қоямыз. He's got red hair. Оның шаштары қызыл. Бірінші, it is got a big mouth. Оның аузы үлкен. Екіншісі, it is got a small head. Оның басы кішкентай. Үшінші, it is got big ears. Оның құлақтары үлкен. Төртіншісі, she's got blue eyes. Оның көздері көк. Бесінші, it is got 4 legs. Оның 4 аяғы бар. Осылай жазып қойып шығамыз. Exercise 3. Read and underline. Оқы және астынсыз дейді. I have got a duck. Менде қаз бар. You haven't got a frog. Бізде құрбақа жоқ. Have you got a cow? Сенде сиыр бар ма? She has got a cat. Оның мұшығы бар. They have got blue eyes. Олардың көздері көк. Exercise 4. Read and choose. Яғни бұл жерде сөйлемдерді белгілейміз. Біріншісі, where do penguins live? In Antarctica. Яғни пингвиндер қайда тұрады? Антарктикада.
Екіншісі, what type of animal is an elephant? Піл қандай жануарлар типіне жатады? Ди әрпі, it is a mammal. Ол сүтқоректіге. Үшіншісі, where is the duck? Қаз қайда? F, it is in the house. Ол үйде. Төртіншісі, what are those? Бұлар нелер? Си әрпі, they are little frogs. Олар кішкентай құрбақалар. Бесіншісі, are the chickens eating now? Тауықтар қазір не жеп жатыр? Yes, they are. Я, олар жеп жатыр дейді. How many legs have horses got? Жылқының қанша аяғы бар дейді. И әрпі, 4 аяғы бар, е? Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.